Ойнап, адамға айуан, сорлы десе күнәма дейді. Ойнап, пышақ тығып алса, мен әділеп тыққан жоқпын, просто пышақ ойнап тығып алдым бүйтіп десе қалай болады? Адамды сондай сөздермен айту пышақ тыққаннан ауыр. Мына тілдің тығуы құлақтан кірген суық сөз жүрекке барып мұз болады дейді. Сен айуанчик десе қалай болады? Айуанчик десе күшті боласың ба, күлесің, жаның кіре ма? Болмайды ғой. Адам жақсы сөз қолдану керек. Мысалы, ұятсыз сөз айтсаң, бірақ еркелетіп айтсаң, мағына өзгере ме одан? Мысалы, шешеңнен боқтайтындар, соны жұқалап айтса, жұқалап әдемілеп, мягкий айтса, ол боқауыз болады ғой бәрібір. Какая разница? Сен қалай айтасың? Ол тура не сияқты? Баяғыда бір имам айтыпты Инстаграмда. Дикий қабан, не дикий қабан, кока-кола ішетін қабан, бешбармақ жейтін қабан, тамыр жейтін қабан, үйдегі қабан, далада қабан деп тура сол сияқты жай боқта, күшті боқта, қазақша боқта, орысша боқта, немісше боқта, боқтағанда ішіңнен боқта, сыртыңнан боқта, нежный боқта, грубый боқта, бәрі боғауыз, бәрі харам.